Нейтрон жұлдыз дегеніміз не? Күннен үлкен әрі ауыр жұлдыз, ғұмырының соңында отының тауысқанда оның ядросы күйрейді. Ал сыртқы қабықшаларын супер жаңа жарылысы үрлеп тастайды. Не қалатыны жұлдыздың бастапқы массасына байланысты. Күннен шамамен 10-20 есе асатын жұлдыздың орнында нейтрон жұлдыз қалады. Одан ауыр жұлдыз қара құрдымға айналады. Қара құрдымнан айырмашылығы нейтрон жұлдызды әдетте ғарыш шамшырағы пульсар түрінде тікелей бақылауға болады. 1967 жылы ашылған пульсарлар әлемдегі бақыланатын нысандардың ең тығызы. Нейтрон жұлдыздар 2 күн массасын қала көлеміндей сфераға сығымдайды. Заттың тығыз орналасқаны сонша нейтрон жұлдыздың бір шайғасығының салмағы миллиард тоннадан асады. Дегенмен нейтрон жұлдыз ядросындағы өте тығыз материяның табиғаты белгісіз. Нейтрон жұлдыз соншалықты көп массаны осынша кішкентай көлемге жинайтындықтан, оның гравитациясы өзі шығаратын жарықты қисайтуға жеткілікті. Нәтижесінде жұлдыздың сыртқы көрінісі бұрмаланып, оның массасы мен өлшемін анықтауға мүмкіндік береді. Ғалымдар нейтрон жұлдыз ішіндегі және оның маңындағы шектен тыс жағдайды жерде қайталай алмайды. Экстремал материя мен гравитация жайлы сұрақтарға жауап беру үшін олар галактикаға қарауы тиіс. Халықаралық ғарыш станциясына орнатылған НАСА-ның Neutron Star Interior Composition Explorer немесе NICER телескопы нейтрон жұлдыздарды рентген диапазонда бақылайды. Бұл астрономдарға осы жұмбақ нысандар туралы көбірек ақпарат беріп, олардың қойнауында не барын анықтауға көмектеседі. Көп мақсатты NICER миссиясы Sextant атты технология демонстраторында қамтиды. Ол NICER бақылауларын талдап, алыс ғарышта күн жүйесі мен оның сыртында саяхаттау үшін шамшырақ ретінде тез үйірілетін нейтрон жұлдыздарды пайдалану мүмкіндігін тексереді.